Ассалаумағалейкум. Мында багажникті аяқпен ашатын сенсорым дайын болды, полный. Енді бұйырса установка жасаймын енді. Короче, бұл жерде мында ручниктің несі. Ручниктен масса келеді. Сол масса тигіземіз. Масса тигізгенде осы қосылады. Сосын сенсор жақындатамыз, істейді. Мында. Ал жерде мынау егерде былай қолың тұтылып қалса да сенсорға, сенсор бірдеңе сезіп қалса, осылай тұрып қалса, тоқ беріп тұра береді. Сол үшін тоқ беріп тұрмау үшін мынау тоқты сразу автоматик шамалы секунд бергенде өшіріп тастайтын блок, короче. Задержка 10 секунд блок. Бұларды сразу беремін. Бұларына 5-лік реле жасап қоймын. Сізге просто так неге үшін мынаның орнына багажниктің несін жалғаймыз, замокты. Пока 8 вольт істетіп қоймын. Просто мынау несі 8 вольт. Сосын мынау алдыңғы айтқан кішкентай мини кілт дегенде, общем, блок табатын не мынау. Соң қасына ручникпен істейтін тағы реле қостым. Обычный реле бұл. Соны үлкендегі релеге жалғап шықтым. Қосып шықтым осылай. Блоктай. Қосады.